Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala khayri khalqihi Muhammadi ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetli cemaat, bugün Allah Taala'nın bizlerge berilетін шексіз нығметі, Allah'ны көру және де Allah'ның үлкен нығметі, жәннатқа кіру жағдайларын осы аяттарда, хадистерде айтылған жерлерін сіздерге айтып бермекпін. Тақуалар Алла Тағаладан қорқып, Алла Тағаланы бұйрықтарын бұлжытпай орындап жүретін адамдар жұмақ бақшаларында, бұлақтардың басында болады. Оларға жұмаққа аман есен болған күйде һәм осынау шексіз нығмет, бақытты күндер бір күні таусылып қалмас па екен деп қорықпастан кіріңдер делінеді. Олардың көкірегіндегі өшпенділік сезімін түп тамырымен алып тасталады. Олар бір-біріменен шынайы дос, бауыр болып, алтын және асыл тастарменен әшекейленген төсектердің үстінде жылы жүзбенен бір-біріне қарап, шат-шадыман болып отырады. Жұмақта олар шаршап шығалдығу дегенді білмейді. Және де ол жерден әсте шығарылмайды дейді. Бұл Хижр сүресінің 45-48 аяттарда келген Алла Тағаланың сөзі, Құранның сөзі. Екінші келесі бір аятта Алла Тағала осы жәннатты бұлай сипаттайды. Расында тақуалар о дүниеде қауіпсіз, жайлы жерде болады. Олар жұмақ бақшаларында, бұлақтардың басында болады. Үлбіреген жібектен және атластан тігілген бағалы киім кеншектерді киіп, жылы шырайменен бір-біріне қарап шат-шадыман болып отырады. Олардың жанары мөлдіреген қор қыздарменен үйлендіреміз дейді. Олар жұмақта алаңсыз отырып, қалаған жемістерін емін-еркін алғызатын болады. Сондай-ақ олар жұмақта дүниедегі алғашқы өлімнен кейін әсте өлімнің ащы дәмін татпайды. Алла оларды тозақ азабынан сақтайды. Бұл Раббыңның шексіз рахмынан міне зор жетістік деген осы дейді. Духан сүресінің 51 және де 57 аяттарда осыны баяндаған екен. Енді келесі пайғамбарымыздың хадисінде расында ізгі жандар нығметке толы жұмақта болады. Әрқайсысы бір-бір жайлы тақта отырып, шат-шадыман болып, жан-жағын тамсана тамашалайды. Олардың жүзінен жұмақтың шексіз нығметінің әсерінен болған қуанышты бақыттарын көресіз дейді. Оларға сусын ретінде аузы мөлдіреген шараптар, сусындар ұсынылады. Сарқыты, хош иісті, миск сияқты аңқып тұрады. Міне, жарысатындар осынау нығметтерге бөлену үшін жарыссын. Бұл шарапқа тасним шарабы деп қосылады. Тасним Аллаға жақын болған жандарға ғана ішкізілетін бұлақтың аты. Жәннаттағы. Мутаффифин сүресі 22-28 аяттарда осыны Алла Тағала біздерге баяндап сүйіншілеген екен. Енді пайғамбарымыздың хадисінде Абу Хурайрадан розиаллаху анхудан жеткізілген хадисте Расулулла саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағала салихалы құлдарым үшін көз көрмеген, құлақ естімеген һәм әрбір адам баласының ойына да кіріп шықпаған керемет сый-сияпат дайындадым деп айтты деген. Абу Хурайра осыған дәлел ретінде оларға дүниеде жасаған жақсылықтары үшін берілетін әрі оларды шексіз қуанышқа бөлейтін қандай құпия сый-сияпаттың бар екенін ешбір жан білмейді деген аятты оқысаңдар жеткілікті болады деген екен. Сахих Бухари. Келесі хадисінде Ибн Масхуд разиаллаху анху Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам расында мен тозаққа кіріп шығатындардың ішіндегі ең соңғы болып шығатын адамды, яғни жұмаққа ең соңғы болып кіретін адамды жақсы білемін дейді пайғамбарымыз. Бір адам тозақтан жер бауырлап шығады саллаллаху алейхи вассалам. Сонда құдіреті күшті Алла Тағала оған бар да жұмаққа кір деп бұйырады.
әлгі адам жұмаққа барғанда ол жер оған аузы мұрнынан шығып толып тұрғандай болып көрінеді. Сонда ол кері қайтып, уа Раббым, жұмақ лық толы екен дейді. Құдіреті күшті Алла Тағала оған тағы да бар, жұмаққа кір деп бұйырады. Жұмаққа келсе әлгіндегідей аузы мұрнынан шығып тұрғандай болып көрінеді. Сөйтіп ол тағы да кері қайтып, уа Раббым, жұмақ лық толы екен дейді. Құдіреті күшті Алла Тағала оған үшінші рет бар да жұмаққа кір деп бұйырады. Жұмаққа келсе алғашқысындай аузы мұрнынан шығып тұрғандай көрінеді. Сөйтіп ол тағы да кері қайтып, уа Раббым, жұмақ лық толы екен дейді. Сол кезде Алла Тағала оған бар да жұмаққа кір. Жұмақта саған кеңдігі дүниедей және одан 10 есе үлкен, немесе дүниеден 10 есе кең жер беріледі деп айтылады. Сонда әлгі бейшара мұндай тосын сыйды естігенде өз құлағына өзі сенбей сасқан күйде, уа Раббым, сен әлемдердің жалғыз билеушісісің. Билеушісі бола тұра мені мазақ қылып, немесе мені күлкі қылып тұрсың ба дейді. Сонда Ибн Масғуд разиаллаху анху сол кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам, міне жұмаққа кіргендердің ең төменгі дәрежесі сол болады деп пайғамбарымыздың ауыз тістері көрінгенге дейін ақсиып күлгеніне куә болдым дейді. Абдулла Ибн Масғуд айтады. Мінекей Абу Сағыттан разиаллаху анху жеткізілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұмақтықтар араларындағы артықшылыққа байланысты өздерінен жоғарыда тұратын зәулім сарайлардың тұрғандарын бейне бір сендердің шығыс немесе батыс жаққа жарқырап алыс жұлдыздарды көріп тамашалағандай ұзыннан ұзақ қызығатын болады делінген. Сахабалар, уа Расулалла, аталмыш мекенге өзге ешкім жете алмайтын пайғамбарлар ғана тұратын жер ма деп сұрайды. Сонда ол, әрине, әйтсе де жаным уысыма ұстаған Алла Тағаламен ант етемін, сол мекенге жету бақыты Аллаға шынайы түрде иман етіп, оның елшісін растағандарға нәсіп болады деп жауап берген екен. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз Жабір ибн Абдулла разиаллаху анху осы сөзін жеткізеді. Ай толған түні Алла елшісіменен саллаллаху алейхи вассалам бірге болған едік дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам толған айға қарап тұрып, мына айды қалай ап-анық көріп тұрсаңдар, жұмаққа кіргенде Раббыларыңды да дәл сондай бір-біріңе кедергі болмастан ап-анық көресіңдер деп айтады. Алла Тағала осы жәннатты сүйіншіленген сипаттарменен Алла Тағала біздерді соған кіруімізге нәсіп етсін. Алла Тағала екі дүниеміздің жақсылығын берсін. Роббана атина фид дуния хасанатау وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله